Дүниенің ең үлкен қазынасы. Ертеде Иранның кішкентай бір қаласында жалғыз баласы бар бір жесір әйел өмір сүріпті. Жалған дүниемен қоштасатынын сезген кезде әлгі әйел баласын шақырып былай дейді: басымыздан қиын күндерді өткердік, кедейшіліктен бас көтермедік, бірақ саған үлкен байлық мирас етемін. Кезінде оны маған бір ғұлама берген болатын. Сол кітапта үлкен асыл қазынаға жету жолы жазылған. Оны оқитын менің уақытым болмады, бірақ сен міндетті түрде оқуың керек. Кедейшіліктен құтылып, бай болу керексің дейді. Анасының жаназасынан кейін баласы аманат еткен үлкен ескі кітапты қолына алып оқи бастайды. Кітаптың бірінші беттерінде былай жазылған екен: қазынаға жету үшін кітаптың әрбір бетін кезек-кезегімен оқыңыз. Бір бетін оқымай, екіншіге өтпеңіз. Егер де соңында не бар екен деп дереу кітаптың соңғы бетіне өтер болсаңыз, кітапқа сиқырлы күш еніп, кітап өз-өзінен жоқ болады. Содан кейін қазынаға ешқашан жете алмайсың. Осындай кіріспеден кейін бір елді мекенде сақталған үлкен қазына туралы айтылады. Қазына жатқан үңгір жақсы қорғалудамыз. Кітаптың бірінші беттері парсыша жазылса, бір беттерінен бастап кітап араб тілінде жалғасады екен. Өзін қазірден бай сезінген жас жігіт бұл құнды кітап туралы басқа біреу біліп қоймасын, өзінен басқасы қазынаға жете алмасын деп, арабша жазылғандарды аудартуға қимайды. Содан кітапты ары қарай оқу үшін оған араб тілін меңгеру керек болады. Араб тілін үйреніп, кітапта жазылғандарды жақсы түсініп оқиды. Белгілі бір жерден бастап кітап араб тілінде емес, Қытай тілінде жалғасады. Сосын тағы басқа тілдерде. Жас жігіт бар ынта жігерін қосып, кітап қай тілде жазылса, сол тілдердің барлығын меңгереді. Көп тілдерді меңгергеннің арқасында қаланың ең жақсы аудармашысы атанады. Өмірі реттеле бастайды. Көп тілді беттерден кейін кітапта қазынаның қалай жұмсалу керектігі жайлы нұсқаулар жазылады. Осы беттерді оқып, жігіт экономика мен сауда салаларында меңгереді. Сонымен қоса, қазынадағы асыл тастар мен гауһарлар туралы ғылымды да оқиды. Оқып үйренгендердің бәрін теориядан тәжірибеге енгізіп жүреді. Оның көп тілді, көп саладан теңдесі жоқ маман екені сол елдің патшасының құлағына да жетеді. Патша жігітті қасына шақыртып, жақсы қызметке тағайындайды. Ұзын алғы сөзден кейін кітап негізгіге өтеді. Үңгірдегі үлкен есік қалай жасалғаны жайлы, бұрандалар қалай құралғаны жайлы, үңгірге жету үшін не жасалыну керек жайлы баяндалады. Осы құпияларды басқа ешкіммен бөліскісі келмейтін жесір әйелдің баласы сол елдің ең білгір, ең оқыған адамы болады. Тіпті кейіннен қаланың сәулетін көркететін болады. Патша жігіттің біліміне тамсанып, өз сарайының сәулетшісі, ал кейін өзіне ең жақын уәзірі қызметіне тағайындайды. Расында да сол елде сол жігіттен артық білімге жақын бір адам табылмайды. Осылай жүріп, жігіт кітаптың соңына жетеді. Кітаптың соңғы бетін ауыстырғанда бір-ақ сөйлем жазылғанын көреді: білім дүниенің ең үлкен қазынасы.